Ассалаумалейкум жігіттер, бүгін блог таң атпастан кімге етіп бара жатырмыз? Арыстанбекке Морокске номер алып жатыр. Соның сай алда номер өтіп қапты енді. Ақсуат дейме бір жерге барып келейікші дейді. Соны енді сол үшін кетіп бара жатқан жайым бар. Пока пробка. Момышұлынан ары қарай кетсек сайына ағай, потом жетіп аламыз. В общем, Арыстанбекті алып алайын. Сосын дальше жалғастырамыз ғой. Что там? Папаң жай дей ма? Қай жер вип там? Вип дегенде вип деп айтып Вип. жатқан. Нихуёво көрінеді да. Вип деген ау, вип. 19-ші регион не сенде? Иә. Қойш, бағын 02 деп едің ғой? Білмеймін қотағам деп болсын бері. Бағын анжықта да ала салатын адамсың. Не істеп отырсың, Зайбал? А? Не істеп отырсың? Зайбал, қанша сағат күттің сен енді? Не істеп отырсың? А? Не? Влог Зайбал. Влог. Жуамыз. Рок с учет. Рок с учет чеш. Арс учет. Кеттік келесі. Точка движения. Точка движения бізде футболка, мерч. Спонсорский футболка, короче. Кеттік. Не ақ белдің? Көрін келе ма, не ақ? Анбоксинг, давай. Низыр. Motherfucker! Материал зор ма? Қалай мынау? Отанали дейді. Челка. Кәне екіншісін көрсетсің? Менікі ма? Нагрек мәшінеге жабыстырып қою керек қой. Кішті қылдырып ше? Далбай, наху сап жүргендей ме? Наху керек мынау маған. Мен қатын ба деп ойлап қалды ғой деймін. Шитмилау деп ойлаған ше. Долбайып, бірақ папаң кетмей долбайып. Короче, мынандайға көреді. Жүнісбек деп. Қазақстан Жүнісбек. Жүнісбек Арыстанбек деп қарасың. Ай, дұрыс ғой. Сырт тастайын. Сол. Сенікі де L ма? L. Зор ғой. 95% хлопок и 5% эластан. Чувствую, Қазақстан дейм, Жарай. Дегенді қосып қойық. Короче, осындай. Жакс, қайқа баратыр? Ерпаға баратыр, заправка. Не істейміз бар Машинаға полный бақ құйып. Полный бақ құйып. Прицепке барып, короче. Деп лағып кетсең мәді. Короче, ақша шешуге баратыр. Мы теперь двигаемся рублями. Әне. Енді басталады қазір қызықтың бәрігі. В общем, Арс рубльден өтті. Жабайсың. Көрсей. Бір ескі ақша сияқты. 110 мың теңгені 16 мың 590 теңгеге, короче. Шлей көп сияқты ғына. Орысқа семеген. Орысқа семеген шешесі. Кеттік, короче. Ендігі задача тыңқиып отырып, бір жерден обед ішіп алу ғой, короче. Мопед қайда? Мопед жоқ, түске еттің, Қайықта кеттің? Мен не үшін номерге қойып отыр деп ойлайсың бәрі? Сен осы үшін қойдың да. Айтпысың, нихуя номерге вообще қоймайтын еді, негізі. Жалпы осы Дым қажет. дым қажет емес мен. Бұндай закон деп қоясың ғой, мынандай неткен деп қоясың ғой, короче. Әйтпесе осы үшін ғана қойдым. Таможняға өткізбей қойып, потом жеп қаласы сосын. Чолым, жайып қалдық па не сонда? Айттым саған. Мәшінемен шығайық, рецепті алайық. Ал енді. И так мен алдында құлап уже. Марафон болады, марафон остановкамен жүгіремін. Әлі бір өдің әшес. Мопедті 15 күн ерте сап жердік, 16 күн. Енді 16 күннен кейін өзіміз шығатын боламыз. И уже сояққа қонғаннан кейін мопед дайын тұрады да уже. Барып распаковать етіп. Заправкаға кіресің, номер шешіп тастайсың. Айдайсың. Қалай болды екен, вообще интересно. Москва, Россияның өзі адамдар қандай екен.
көбінің естуім бойынша біләм менсінбей қарайды дейді ғой адамдар. Қазақтарға да. Короче, сені көрсе аяғынан үстіңге дейін бірінші қарайды дейді. Киіміңе қарап, Киім қымбат киім, жақсы киім болса, сол кезде нормально обращаться етеді. Не только былай білініп қалады ғой негізі Россияда ояқтың манерасы басқа, біздің Қазақстандағы жүрген, например, орыс адамдар болады ғой. Олардікі басқа, олар басқа. Даже біз орыс болсақ та, ояққа барсақ, біз разделять етеді қандай кәдімгідей ше. Дұрыс кетіп бара жатырық па? Картаны бір қарап алайықшы. Может, жақын жерде астанып көрсір, ар жақтан ма? Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін бірі, уже кеш болды. Екісі күні самолетқа кеше менің көзіме акалина кіріп кетті, болгарканың шоуға, короче. Содан қызарып көзім ауырып, жаңа окулистен келе жатырмын. В общем, 21 бәлемен шығып кетті көзімді емдетуші. Так что білмеймін, станчамқа дейін аурухана басылып қойып кетсе жақсы еді. Неудобно вообще. Сағат түнгі 1 болды. Осындай жағдай көрмеш. Келдік, короче. Арс. Чего там? Кәмпин дайын отыр, оқтап қойдық кәмпин. 306 деп адасып жүріп мына жерге кетіп қой, короче. Өткізді еді. Қалып кетерміз бе деп. Станчамп. Что-то Станчамптың рекламасы шықпай жатыр әлі. Соған сәл қолғалжуым бар енді, болмай қалып бір бәле жұмысын. Бірақ 5 күні болады деген. Что болса, багаждан қайда саламыз? Тоже бірінші рет ұшып отырайын. Самолетқа бірінші рет отырамыз. Қосып шығып кетсек. Николайчук Людмила, летающий по направлению Алматы. Пит-стоп. Турбинасын ауыстыр. Яғни груз ғой. Там тормоз давай, ехала. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Maxim Borov, I am the captain. Welcome aboard this airport flight from Almaty to Moscow Sheremetyevo. The flight time will be 4 hours and 40 minutes. We are now finished the preparation. Жол ғана неровный бола ма десең, асфальтта неровный, ой, аспанда неровный болады екен ғой. Қозғалып, страшный болады. Алып қапшағай. Базар. Қаяққа барамыз? Осындай мен қап, атаға қысым Каспий қосылады ғой, істей береді ғой. Иә. Бірдеңе мұнтет жерем омен. Кірмейді ғой. Москва. Отель таба алмай жүрміз, кіретін қорын. Зор жерде екен негізі отель ше. Ар жақтан набережка, короче, не жерде су бар, короче. Бағалар ұлда екен. Қазақстанның бағасынан 2 есе, 3 есе қымбат па барлығы ше кәдімгі. Білесің ба, мен қазір не істей алам? Мен дос балаға видеоны жіберіп, мен инстаграмға кір деп, мен атым история салдырғым жер аламын. Датамы бас дейді ғой көрдің ба? VPN қосып сөйлемеймін дейді да. Бірінші видеоны жасайық та, түсірейік зайба қазан. Мы в Москве, нихуя вообще.
түсіріп алайық біріне, сосын үйге кіріп сразу ішіп жеп тамақ істеп видео бәрінің арқасында далаға енді осылай түсіре берсін. осылай түсіре берейік. Қараңғы ғой, еще немене шулап жатқан жоқ ештеңке, ана естіледі да. Біз Москвадамыз. Съемка, братан, съемка. Короче, Бізге қарап елдің бәрі қорқып кетіп отыр ғой, су алып отырып магазиннен пиздес қарады ғой. короче, Ертең күністірейік. бізде 110 мың теңгені ауыстырдық. 16 мың рубль шықты, короче. 16 мың рубльдің 1,5 рубль, короче, таксиге кетіп қалды. 1,5 обратно таксиге кетеді, короче. 3 мың рубль жоқ деді. 12 мың рубль. Және магазинге барып, ау-мау алып, короче, бичавай деп ше, андай. Консерві. Магазинге кірсек деген бар ғой. В общем, магазинге кірсек, бағаларын қарасақ, 16 мың рубльдің қосағының басына да жетпейді екен ғой на. Бля, суна. Бля, жаңа нормальный келатқан едім. Сәл-пәл. Короче, 5 күнімізді қайтып өткізетімізді білмейміз енді. Обед ішсек, ужин ішпей, ужин ішсек, обед ішпей, ташырақ, сумен қорықтанетін сияқтымыз ғой что-то. Отель көрсетім қазір. Көрсетпей қойым да, көрсетейін ба.